Ардақ, осы маған осы сұрақ қызықтырып жүреді. Қыз баланың бойындағы сұлулықты немен өлшейсің? Мысалы, көз әдемі болу керек немесе аяқ ұзын, бойшаң қыздар ұнай ма? Негізі енді көз әдемі болу өз алдына, бірақ маған қыздың қолы жұмсақ болса, нәзік болса. Міне қызық, жақсы әйелдің қолы ұзын, жаман әйелдің тілі ұзын дейсің ғой. Әрине қалжың ғой, Ардақ, бірақ сөзіңнің жаны бар. Негізі әйелдің жасынан хабар беретіндей осы қолдар екен. Сол себепті бір емес, қыздарға осы жерде лайфхак айта кетейін, бірнеше исмай алып жүріңіздер, яғни крем сатып алыңыз. Жатын бөлмеде біреусі болсын, сөмкеңізде біреусі болсын, жұмыс орныңызда, тіпті ваннада да болған дұрыс. Ал дәл мынадай салқын ауа райында қолғапсыз жүрмеңіздер. Шырайлы майдарының бүгінгі саны ендеше осы қол күтіміне арналады екен. Құрметті нәзік жандылар, зер салыңыздар. Қайырлы құрметті көрермендер, бүгін біз сіздерге қол күтімін ұсынамыз. Бірінші аяздар басталды, қолымыз құрғап, теріміз қабыршықтанып, жарылып, кейбір нәзік жұмсақ терілер қанға дейін жарылатын кездер басталды. Ол үшін мен сіздерге парафинотерапияның баламасы, үй жағдайында да қолданатын спа ылғалдандыратын маскасымен ұсынғым келіп отыр. Қан түйіршіктері бар скраб. Қолдарыңызды шынтаққа дейін алып, шынтағыңызды да жұмсартып жіберіңіздер. Бірінші жарылатын жерлер, ол мынау саусақ басталған, жұдырығыңыз жұмылатын жер араларына, алақаныңызға ысқылап, бұл терінің жылуымен балауыз еріп, өте жұмсақ, тегіс жағылады. Қан түйіршіктері өлі жасушаларды тамаша кетіреді, және теріні тегістейді, жұмсартады, қан айналымын ынталандырады. Бұның құрамындағы макадамия майы теріні нәрлейді және тегістейді. Бұл шаюды қажет етпейді. Қолыңызды жуып тазалап, шаруаларыңыз біткенде үйде жасап қоюыңызға болады. Немесе түнде жатар алдында жасасаңыз, түні бойы теріңізді нәрлендіріп, ылғалдандырып тұрады. Қан түйіршіктерін сілкіп тастап, маска жағамыз. Теріге оңай сіңетін және жеңіл ашық маска. Саусақ араларын, алақаныңызды ысқылап, ауыр жұмыс күніңіз аяқталғаннан соң күтім жасап жүргеніңіз жөн. Қолымыз ол біздің қыз-келіншектердің нәзіктігінің белгісі. Кез келген адамның көзі біздің қолымызға түседі. Сондықтан қолдарыңызды күтіп, тілінуге жол бермей, әрқашан әдемі, әсем, сұлу болып жүріңіздер.